Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менімен осындай восточный пирог дайындап көріңіздер. Қонақтарыңыздың көңілінен шығады деген сенімдемін. Ең алдымен жұмыртқаға қант, сары май қосып жақсылап араластырамыз. Содан соң разрыхлитель ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер сапалы май қолданған болсаңыздар, онда оны мұздатқышқа салудың қажеті жоқ, бірден пайдалана берсеңіздер болады. Егер де маргарин пайдаланған болсаңыздар, онда міндетті түрде тоңазытқышқа жарты сағатқа салып алу керек. Осылайша қамырымызды формамыздың ішіне салып, ішіне кез келген орех және сухофруктыларды салсаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Содан соң бетіне сапалы сгущенка құйып, бетін бір келкетіп тегістеп аламыз. Пирогтың жан-жағын осылай басып шығамыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мен 5-10 минутқа ұзағырақ ұстап қойдым, сол үшін осылай шықты. Сіздер уақытылы алыңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.